Бүгін біз Сәкен Сейфуллин атындағы орталық кітапханадамыз. Бұл жерде еңбек адамын құрметтеуге арналған тағылымда кеш басталғалы жатыр. Қонақ боп әрбір колледждің мамандық иелері, яғни студенттер келуде. Бүгін нағыз еңбек күні болмақ. Ендеше осы бір шараны бәріміз бірге тамашалайық. Сәкен Сейфуллин атындағы орталық кітапханада еңбекке арналған тағылымда кеш өтті. Еңбек адамы елдің байлығы атты іс-шара қарапайым еңбектің қадірін түсіндіріп, еңбек адамдарын дәріптеуге арналды. Кеш барысында еңбек елдің тірегі атты кітап және фото көрме көпшілік назарына ұсынылды. Мұнда өңіріміздің әртүрлі саласында тер төгіп жүрген еңбек адамдарының өмір жолы мен жетістіктері бейнеленген. 23 сәуір ұлттық кітап күніне орай 16-23 сәуір бүкіл Қазақстан бойынша кітап апталығы өтіп жатыр. Осыған орай кешкі кітапхана жобасы аясында президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен жарияланған 2025 жыл жұмысшылар жылы болып табылады. Соған байланысты мамандық иелерімен кездесу ұйымдастырылды. Бұл шараның жалпы мақсаты еңбек адамының қоғамдағы рөлін дәріптеу, жас ұрпаққа жұмысшы мамандықтарын маңызын түсіндіру, олардың еңбегіне бей-жай қарамау, құрметпен қарауға тәрбиелеу. Сонымен қатар бұл кітап оқу мәдениетін насихаттаймыз және оқырмандардың әдебиетке деген қызығушылығын арттыруға бағытталған шара. Кештің шарықтау шегі үздік еңбек иелерін марапаттау сәті болды. Тігін фабрикасының маманы Қаламбекова Мөлдір, Қайнар аккумулятор зауытының инженері Төлеубеков Арман, кондитер Темірбекова Жазиля, жиһаз құрастырушы шебер Партияхан Өміртай сынды азаматтарға арнайы алғыс хаттар мен сыйлықтар табысталды. Сәкен Сейфуллин атындағы кітапханада еліміздің басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жұмысшылар жылы бастамасының аясында қонақ болып келіп отырғанымыз бар. Өзім негізгі мамандығым қауіпсіздік техника инженерімін Қайнар АКБ зауытында. Негізгі міндеттемелерім жұмысшылардың қауіпсіздігін сақтау, соған іс-шара қолдау көрсету. Өзімнің негізгі мамандығым Қайнар АКБ зауытында қауіпсіздік техникасы инженері болып жұмыс атқарамын. Негізгі міндеттемелерім біздің зауытта қауіпті өндірістік техникалармен, қозғалтқыштармен жұмыс істейтін адамдардың қауіпсіздігіне жауап беру, олармен әрдайым нұсқама өткізу, сабақ өткізу, қауіпсіздік жерлерін түсіндіріп, денсаулығын сақтау маңызды екенін жеткізіп отыру. Бұл кездесудегі негізгі мақсатымыз бұл жастарға адал еңбек ету керек екенін, жауапкершілікті көтере білу керек екенін, және де осындай әр адам өзінің мамандығын дұрыс таңдап, адал еңбек етсе, түбінде өзі табысқа жететіндігін кездесуде талқылап айтып жатырмыз. Енді өзім қуаныштымын осындай шараның қонағы болғанына. Шақырғандарға, ұйымдастырушы кісілерге үлкен алғысымды білдіремін. Бүгінгі керемет шараға шақырылған болатынбыз. Жақсы ұйымдастырылған Сәкен Сейфуллин атындағы библиотекасындамыз. Интеллектуалды ойындар өткізіліп жатыр. Балаларға қызықты деп ойлаймын. Мен жақта қонақ болып отырып, өз ісім жайында айтып бердім. Қалай бастағаным туралы айтып бердім. Балаларға ұнаған сияқты. Өзімнің мамандығым кондитер мамандығым. Осы Талдықорған қаласында цехым бар. Қызығы әдемі біздің жұмысымыз көрікті деп санаймын. Бірақ қиыншылығына келетін болсақ, түнімен күнімен жұмыс жасаймыз. Сіздерде демалыс болатын уақытта бізде демалыс жоқ. Осыны мен көрермендерге, балаларға айтып кеттім. Балаларға да ұнаған сияқты. Кеш барысында концерттік бағдарлама ұйымдастырылып, интеллектуалды ойындар ойнатылып, өлең оқылды. Еңбек адамдарының ойында көрсеткен тапқырлықтары көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Бүгінгі іс-шарам өте жақсы қызығушылықпен өтуде. Келген қонақтар мен және жетістікке жеткен кісілердің өзінің жеткен жетістіктерін бізге айтып, біз өзіміз сол кісілерге қарап, өзіміз жоспар құруды ойластырудамыз. Біз сол кісілерге қарап қызығушылығымыз артылуда. Бүгінгі шарадан мен түсінгенім көп болды. Мен осы
өз мамандығымды жақсы игерсем, болашақта көп жетістіктерге жетемін деген ойдамын. Қазір мен тігінші мамандығымда 2-ші курста оқимын. Болашақта осы мамандықта біраз жетістіктерге жетсем ба деген ойдамын. Еңбек адам өмірінің мәні мен мазмұны. Бүгінгі шара еңбекке құрметтің үлгісі ғана емес, келер ұрпаққа аманат болатын өнеге. Бүгінгі келіп отқан еңбек адамдарының жолдары баршаға үлгі болмақ.